Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Рима. Бүгін сіздерге осындай қамыры жұмсақ, ауызда еритін воздушный сметанниктің пирогын жасау жолдарымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, YouTube арнама тіркеліп кетіңіздер. Алдымен мен осы ұнымды електен өткізіп алдым. Ұнымызды салып, үстіне бөлме температурасына еріп тұрған сары майымызды салып, сұйық майымызды құямыз, қантымызды саламыз. Бір жұмыртқаның сары уызын саламыз. Қаймағымызды салып, барлығын тоқтай жақсылап илеп қамыр шығарамыз. Қамырымыз өте әдемі, жұмсақ, илегішке жақсы болып келетін қамыр шығады бізде. Мына қамырымыз дайын, жұмсақ, әдемі қамыр шықты. Осы қамырымызды енді біз формамызға жаятын боламыз. Менде мұнда 24 диаметрлік форма, сізде 24-26 диаметрге пісіруге болады бұл пирогты. Сол себептен осылай тоқтай жайып шығамыз, жан-жағына бортиктер шығарып, қатты қалың жұқа қылдырмай, тоқтай біркелкі жайып шығамыз. Қамырымыз дайын болды, холодильникке салмамыз дайын болғанша салып қоямыз. Ендігі мен осылай жұмыртқамыз ақ уыз мен сары уызды бөлек екіге бөліп алдым. Ақ уызымызды бөлек миксерлеп соғамыз, сары уызымызға қантымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Ағарғанша дейін миксерлейміз. Осылай біздер жақсылап ағарып миксерленді. Ендігі үстіне жігері крахмалын салып, барлығын жақсылап біріктіріп аламыз. Ендігі қаймағын құятын боламыз. Қаймағымыз 20-25% болу қажет. Менде мұнда 15% қаймақ қолданғасын, кішкене сұйықтау болып кетті. Сіздерге кеңесім 20-25% қаймақ болған жақсы. Ендігі осы қаймағымызды барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді ақ уызымыз дайын болса, барлығын жақсылап біріктіріп аламыз. Мына мен ақ уызым дайын болды. Асты үстіне араластырып, жақсылап біріктіріп аламыз. Салмамыз дайын болды. Ендігі қамырымызды алып, үстіне осы салмамызды толықтай құйып шығамыз. Осы пирогымызды 160 градуста 50 минуттай пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын болды. Өте әдемі биік пирог болып шықты. Бізде үстіне осылай сахарный пудрамен әдемілеп әрледім. Қалауыңызша әрлемесеңіздер де болады. Осы рецептің толық описаниесін осы видеодан астында қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Мұны кесілгенде де өте жұмсақ кесіледі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Рима. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де қоңырау шанын басып қойсаңыздар, келесі менің жаңадан шыққан видеоларымды жіберіп алмас үшін тағы да жаңа рецепттер болады. Баршаңызға да рахмет. Сау болыңыздар.